Барлықтарыңызға қайырлы күн. Берекелі дастархан арнасына қош келдіңіздер. Мені қолдап, видеоны соңына дейін қарап, берекелі дастархан арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода біз шпинатты салат жасайтын боламыз. Шпинатты салатымыз біздің өте ерекше, әрі дәмді, әрі тез дайындалатын болады. Бізге керекті заттар: 400 грамм етімізді алдын ала суға пісіріп, осылай видеодағыдай турап алатын боламыз. Және де бізге черри помидоры қажет болады. Черри помидорын біз екіге бөліп салатын боламыз. Міндетті түрде черри помидорын қосыңыздар. Егер де черри помидорын қоспайтын болсаңыздар, үлкен ірі помидор қосатын болсаңыздар, сіздің помидорыңыздың суы шығып езіліп кететін болады. Мен 15 дана черри помидорын қостым. Және де 2 дана қияр қажет болады. Қиярымызды екіге бөліп, осылай қиғашынан жіңішке қылып турап алатын боламыз. Және де тәтті болгар бұршық қажет болады. 2 түрінен алдым мен, қызыл және сарысынан. Тәтті болгар бұрышын ортасын тазалап аламыз. Тәтті болгар бұрышын біз барлығын салып жібермейміз. Яғни жартысын ғана саламыз. Сарысынан жартысын және қызылынан жартысын саламыз. Болгар бұрышымызды біз 3-ке бөліп, осылай видеодағыдай ортасындағы етті жерін кесіп алып тастайтын боламыз. Міндетті түрде кесіп алып тастаңыздар. Егер де сіздер кесіп алып тастамасаңыздар, сіздің салатыңыз сәнсіз болады. Яғни сіздің болгар бұрышыңыз ірі-ірі болып шығады. Міндетті түрде кесіп алып тастаңыздар. Және болгар бұрышымызды біз осылай ұзынша етіп, жіңішке қылып турап аламыз. Алдын ала шпинатымызды жуып аламыз үй температурасындағы суға. Шпинатымыз 130 грамм. Шпинатымызды ыстық сумен жумаймыз. Ыстық сумен жуатын болсақ, шпинатымыз басылып қалады, яғни бүрісіп қалатын болады шпинат. Менің ыдысым кішірек болып қалды. Үлкен ыдысқа ауыстырып алатын боламын. Және де шпинатымызды салдық. 10 грамм кинза керек болады. Кинзамызды қатты сақтап турамаймыз, орташа деңгейде турайтын боламыз. Және де бізге 2 дана сарымсақ керек болады, яғни чеснок керек болады. Чесногымызды ұсақтап турап алатын боламыз, немесе терканың ұсақ жерінен өткізіп алсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, менде кориандр тұр және паприка тұр. Негізі рецептісі бойынша ас қасықпен паприкадан және кориандрдан ас қасықпен 1 қасықтан салады. Мен видеода шай қасықпен саламын, өз қалауымша. Видеоның астында рецептісін описанияда жазып кетемін. Алдын ала ыдысымызға 150 грамм сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып алатын боламыз. Шай қасық кориандрымызды қостық және шай қасықпен паприкамызды қостық. Және де туралған чесногымызды саламыз. Үстінен қызып тұрған майымызды құйып жібереміз. Қасықпен шамалы араластырып, жасалып жатқан салатымыздың үстіне құйып жібереміз. Қасықпен араластырамыз салатымызды, қолымызбен араластырмаймыз. Қолымызбен араластыратын болсақ, салатымыз басылып қалады. Мендегі салат тарелкамен 5 тарелка шықты менде, яғни 1 қонақтық атқаратын салат шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте ерекше, дәмді болып шығады. Сіздің тек 15-20 минут қана уақытыңызды алады. Көп уақытыңызды алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнап жатырса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Хош, сау болыңыздар.